әйелдің өз үні бар, әйелдің өз сезімі бар. Әйелдердің тағдырын, жүрегіндегі жарасын, жан дүниесіндегі дертін қозғау, айту. Сондай мақсатта мен әйел әлемі бағдарламасын шығардым. Бүгін базарға келдім. Бір лағман сатса да, бір аяқ киім сатса да, бала шағам деп жатқан қаншама қазақтың әйелдері бар, я. Тұрмыстан қашпайды, қара еңбектен қашпайды. Ең бастысы отбасы маман болса екен дейді. Жанын отқа да суға да салады, өзін аямайды. Осындай әйелдерді көресің. Жүрегі таза, көңілі пәк, ашық, өмірге деген бір қара түнегі жоқ, я. Көріңіздер, тек қана теледидардағы, экрандағы әдемі әйелдерден басқа біздің қоғамда қара жұмысқа малынып жұмыс істеп жатқан әйелдер бар. Оларды біз ұмытпауымыз керек, олар туралы біз айта білуіміз керек деп ойлаймын.